Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз қазақы үлгідегі диадема төбедейка жасауды нөлден бастап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен өзіміз қалаған түсте фетр қажет болады. Және де төбедейкамыздың эскизі қажет болады. Осы дайын эскизді фетрға ручкамен, болмаса сабынмен, болмаса карандашпен өзіңізге ыңғайлы тәсілмен бастырып аласыздар. Барлығын дұрыстап, оюдың түгел бастырылғанын көз жеткізіңіздер. Міне оюдың іші, сыртын, барлық жерін түгелдей бастырып аламыз. Енді осы бастырып алған эскизімізді қайшының көмегімен, болмаса канцелярский нождың көмегімен қиып аламыз. Негізі баланың тырнағын алатын кішкентай темір қайшы жақсы көмектеседі. Мен канцелярский қайшымен қидым. Өткір болғандықтан өткір қайшыны қолданғандарыңыз жөн. Қайшыңыз өткір болмаса, төбедейкаңыз жиектері әдемі шықпай қалады, оюлары анық көрінбей қалады. Тек осы эскизді ғана емес, кез келген төбедейкі диадеманың барлығын осы әдіспен жасап алсаңыздар болады. Міне ортасын қалай қиям деп ойлағандарыңызға бүктеп, кішкене қайшының ізін түсіріп аламыз. Ары қарай сызығы бойынша қиып шығатын боламыз. Міне қиып дайындап алдық. Енді ручка сызылған бетін ішкі жағына қарататын боламыз. Енді ине жіптің көмегімен оюларын біріктіріп, бір-біріне жалғап тігетін боламыз. Тігудің де өзіндік жолдары бар. Бір-бірінің үстіне мінгестірмей, бір қалыпта ұстап, осы төрт жанын бір-біріне біріктіріп тігетін боламыз. Енді екінші оюымызды соңынан маңдайшасындағы сүйір жерін біріктіретін боламыз. Өздеріңіздің киімдеріңіздің түсіне сәйкес қылып, фетрдің да түсін өзгерте беруге болады. Біздің киіміміздің түсі көк болғандықтан көк цветін таңдадым. Міне мына екі аралықты да осылай тігіп алатын боламыз. Бұл біздің төбедейкамыздың маңдайшасының сүйірленіп тұру үшін қажет. Міне тігіп дайындап алдық. Енді осыны әдемі формаға келтіру үшін, міне мынандай домалақ формаға келтіру үшін
бізге манекен керек болады, бастың манекені. Мен манекен жоқ болғандықтан ойыншықтан жасалған касканы пайдаландым. Ол үшін енді марлыны сулап аламыз. Сосын өтектің парын шығарып отырып, манекеннің көлемімен бірдей қылып отырып, өтектейтін боламыз. Сол кезде біздің төбетегіміз дөңгеленіп, бастың формасына келетін болады. Менде марлы емес жұқа шүберекті пайдаландым, орамалды. Сіздер марлыны жуып алып, өтектің буын шығарып, өтектеп шығатын боласыз. Міне алдық. Міне домалақ форма шықты. Енді осыны фобаглейдің көмегімен қатырып алатын боламыз. Мынандай канцелярский фобаглей болмаса, строительный фобаглей де жарай береді. Екі жағын жақсылап, барлық жерін фобаглеймен жағып шығатын боламыз. Кез келген сәукеле, диадема істесеңіздер де барлығын осы әдіспен жасап шықсаңыздар болады. Мен сіздерге тек бір үлгісін ғана көрсетіп жатырмын. Ішін, сыртын бәрін фобаглей жағып, уақытша кептіріп, күннің көзіне кептіріп қоятын боламыз. Міне кепті. Енді біз осы хат формаға келген диадемамызға моншақ жабыстырып әдемілейтін боламыз. Кішкене фетрдің қалдығын ұзынша етіп қиып алып, осылай ыстық клейдің көмегімен рулонға қорап аламыз да, төбеге үкі көтеріліп тұру үшін жабыстыратын боламыз. Енді маңдайшасына әдемі үлкен стразымыз жабыстырамыз. Мынадай арнайы жарты моншақтарды жабыстыруға арналған жарты моншақтарды қолданатын боламыз. Оюымыздың дөңгеленген жеріне дөңгелек моншақ, сопақша болып келген жеріне сопақша капля моншақтарды пайдаланатын боламыз. Сәндеуде өздеріңіздің қалауларыңызша бірінші осы ірі моншақтарын жабыстырып аламыз. Енді сопақша моншақтарымызды жабыстырамыз. Мен бұл бас киімді биші қыздарымызға жасап жатырмын. Сіздерге ең оңай сәндеу түрін көрсетіп жатырмын. Өздеріңіздің қалауларыңызша қымбат тастармен, қымбат стразалармен сәндей берсеңіздер де, бұл бас киім сәндеуге байланысты әдемі көріне береді. Міне ірі тастарын жабыстырып болдық. Енді бізде көк киім болғандықтан көк полу жемшік деп аталады. Жарты жемшік моншақтарды пайдаланамыз. Ыстық клейді аз-аздан жағып отырып жабыстырамыз. Әйтпесе клейіміз қатып қалып, моншағымыз дұрыс жабыспай кейіннен түсіп қалуы мүмкін. Қызып тұрған уақытында жабыстырылуы керек. Міне осылай тізіп отырып, 4-5-еуден жабыстырып отырып сәндейтін боламыз. Енді ақ моншақ араластырамыз. Біздің киімімізде көк киім және ақ түсті оюлары болғандықтан көк пен ақты да
бас киіміне сәйкестендіріп осылай сәндейтін боламыз. Бұны ұзату үшін міне барлық артық клейлердің жіптерін алып тастайтын боламыз, осылай тазалап. Алып тастағаннан кейін осындай жылтырақ глиттерді пайдаланып боламыз. Ол үшін побаглиді моншақтың жабыстырылмаған, моншақ сыймаған, артық қалған, ашық қалған фетр жерлеріне побаглиді осылай жағып шығамыз. Енді осыған көк түсті глиттерімізді себетін боламыз. Бұл сахнада жылтырап тұру үшін, әдемі көріну үшін бұны сеппесеңіздер де болады. Міне осылай барлық жеріне сеуіп шығатын боламыз. Кейіннен осы жылтырағымыз, клейіміз кепкеннен кейін артық жылтырақтарды қағып сілкіп түсіріп тастайтын боламыз. Бұл тек биші қыздарға ғана емес, ұзатылатын қыздарға, наурыз мейрамдарына өздеріңіз өз қолдарыңызбен қыздарыңызға, сіңілдеріңізге жасап берсеңіздер болады. Көп шығын кетпейді. Сіздердің оюларыңыз сары болса, сары моншақты араластырсаңыздар болады. Біздің оюымыз ақ болғандықтан ақ моншақ араластырдым. Үкі тұратын жерлерінің барлығын моншақпен сәндейтін боламыз. Міне жылтырағымызды сеуіп болдық. Енді үкісін жабыстыратын боламыз. Үкінің түбіне кішкене ыстық клейді тамызып жіберіп, мынау жабыстырған фетріміздің ортасына мықтап кіргізіп қатыратын боламыз. Артық глиттерді қағып тастаймыз. Билейтін қыздарға басынан түсіп қалмас үшін ободок жабыстырып жасасаңыздар да болады. Міне төбетегіміз дайын болды. Назарларыңызға көп рахмет. Пайдаңызға жарап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймын. Келесі видеода көптеген тағы да пайдалы видеолар түсіретін боламын. Назарларыңызға көп рахмет.